Қайырлы күн балалар, математика сабағының 30-шы сабағын бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзіңді тексер. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі сабақта біз өзіміздің жетістіктерімізді тексереміз. Яғни, өткен сабақтардан не үйрендік, не білдік, соны есеп шешу арқылы қолданамыз. Не білдік, соны көрсетеміз. Балалар, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен бөлімшесі бойынша біз есептерді модельдеуді үйрендік, солай ма? Кәнеке қайталайық не үйренгенімізді. Есептерді модельдеу деген, есепті модельдеу, есептің қысқаша шартын құру, немесе сызбасын жасау, солай ма? Және аудан өлшем бірліктері дегенді өттік. Ауданның өлшем бірліктері сантиметр квадрат, метр квадрат, дециметр квадрат, километр квадрат. Және шамалар арасындағы тәуелділікті үйрендік. Яғни заттың бағасы бойынша, саны бойынша оның құнын табуды үйрендік. Екі жиынның қиылысуы және бірігуі дегеніміз не, соны үйрендік, солай ма балалар? Естеріңізге түсіп жатыр ма? Мүмкіндіктер тармағын қарастыруды үйрендік. Кәнеке ендеше балалар, оқулықтың 80-ші беттегі білу тапсырмасын орындаймыз. Біз сонымен қатар 0 және 1 сандарының қасиеттерін үйрендік, солай ма? Санды 0-ге көбейткенде 0 шығады. 0-ды санға бөлгенде 0 шығады. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Ал санды 1-ге көбейткенде сол санның өзі шығады. Бөлгенде де сол санның өзі шығады. Түсіндік пе? Естерімізге түсті ме? Ендеше дәптерге жазып алайық, әдемі етіп, және өрнектердің мәндерін табамыз. Балалар, түсіну тапсырмасына орындау үшін алдымен бізге жазып алғаннан кейін 56-шы бетте балалар шамалардың, яғни аудан бірлік, өлшем бірліктері берілген. Біз осыны жатқа білуіміз керек. Ал енді қарайық. Балалар, 5 метр үлгіні мен көрсетіп қойдым бірінші есепті. 5 метр квадратқа 45 метр квадрат қосқанда 50 метр квадрат болады. 50 метр квадрат сол жағы, ал оң жағы 51 дециметр квадрат. Біз бұлай тұрғанда салыстыра алмаймыз, себебі бір жағы оның метр квадрат, екінші жағы дециметр квадрат. Біз екеуінде дециметр квадратқа аударуымыз керек. Яғни 1 метрде 100 дециметр квадрат бар болатын болса, 50 метрде 50-дің қасына 2 нөлді тіркейміз. 5000 дециметр квадрат бар екен. Түсіндік пе? Міне осы өрнек бойынша, осы формула бойынша біз шамалардың біріктіреміз. Яғни дециметр болса, екі жақты да дециметрге ауыстырамыз. Ал енді салыстырайық. Сонда 5000 дециметр квадрат көп па, 51 дециметр квадрат көп па? Әрине 5000 дециметр квадрат көп. Қалған бөліктерінде осылайша салыстырамыз. Кәнеке балалар, талдау тапсырмасына қарайық. Балалар, бұл жерде 81-ші бетте 81-ші бетте талдау тапсырмасы тұр. Қарындаш 9 теңге, үлгіге қарап отырамыз. Ал өшіргіш 8 теңге.
Егер 5 қарындаш және 4 өшіргіш сатып алсам, барлығына қанша теңге төлеу керек? Есептің моделін, шартын құрдық. Енді оны не істеуіміз керек, балалар? Шешуі мен жауабын табуымыз керек. Шамаларды, дейді, әріптермен белгілеп, заттың құнының формуласын жаз, дейді. Бағасы, саны, құны. Мен белгілеп жазып қойдым. Енді құнын табу үшін не істейміз? Табамыз. Балалар, жинақтау тапсырмасына қарайық. Бұл жиындардың бірігуіне байланысты есеп. Өте қысқа және оңай. Бірінші А бөлігінде сендер 2 жиын берілген. 2 таңбалы сандар жиыны және тақ сандар. Енді сендерден сұрайды, мына ортадағы 13 неге жатады, дейді. 13 әрі 2 таңбалы және тақсан. 2 таңбалы және тақсан деп не жазып қойдым. Сендер Ә бөлігін табасыңдар. Яғни саяның қандай қиылысуында қандай жиынға жататынын табамыз. Және оны сөзбен жазып қоямыз. Балалар, қалай ойлайсыздар? Мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Барлық тақырыптар сендерге түсінікті ме? Ендеше мына видеоның астына комментарий қалдырамыз, немесе смайликтер қалдырамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.